Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбізден қысқыға осындай өте дәмді әрі керемет икра жабатын боламыз. Міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де видеома ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі керек заттарымызды дайындап аламыз. Сәбізді ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы болу үшін ұзыншалап сақтап турап аламыз. Қызанақтарды да дәл солай тураймыз ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін. Және де сарымсақтар қажет, бір бас, тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыштың кішкентай балғын түрін алсаңыз да болады, бір дана. Менде болмағандықтан мен осындай қызыл ұсақ бұрышты қолдандым. Қант керек, сұйқымай және уксус қажет болады. Және де банкаларымызды осылай ең әуелі стерилдеп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше біздің көкөністерімізді ет тартқыштан өткізіп бастайық. Ең әуелі сәбіздерімді осылай ет тартқыштан өткізіп алдым. Ары қарай қызанақтарымды ет тартқыштан өткіземін. Және бөлек чеснокты да ет тартқыштан өткізіп, бөлек ыдысқа салып қоямын. Чеснокты себебі оны соңында қосатын боламыз. Енді арнайы қазанға ет тартқыштан өткізілген сәбізімізді, қызанақтарымызды саламыз. Және де тұзын, бұрышын, қызыл бұрышын қосамыз, қантын себеміз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сұйқымайын құямыз. Бірден араластыра отырып, және де пештің астын қосамыз. Пештің қызуын жоғарылау етіп қойып қойыңыз, яғни режимін. Біздің қазір икрамыз бұрқылдап қайнау керек. Сол кезде пештің қызуын азайтатын боламыз. Міне барлығын араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, енді икрамыздың бұрқылдап қайнағанын күтеміз. Шамамен 5-6 минут көлемінде менің икрам бұрқылдап қайнай бастады. Осы уақытта пештің қызуын төмендетемін. Ең баяу отта икрамды қазанымның қақпағын жауып қойып, 2-2,5 сағатта қайнататын боламын. Осы уақыт аралығында міндетті түрде араластырып отыруды ұмытпаңыз, себебі қазанымыздың түбіне икрамыз жабысып қалуы мүмкін. 2-2,5 сағаттай уақыт өтті. Міне баяу отта менің икрам баппен пісіп жатыр екен. Енді осыған жаңағы сарымсақтарымызды қосып араластырамыз жақсылап. Енді сарымсақтарды қосқаннан кейін осы баяу отта қазанның қақпағын жауып қойып, шамамен 15 минуттай бұқтырып пісіреміз қайтадан. Тек қана 15 минут пісіреміз сарымсақты қосқаннан кейін. Енді міне 15 минуттан кейін қазанның қақпағын ашып, оттың астын сөндіреміз пештің. Бір ас қасық уксус қосамыз. Қайтадан жақсылап араластырамыз. Енді тек қана пештің өзінің қызуында қазанның қақпағын жауып қойып, шамамен 30 минуттай ұстаймыз. 30 минутта біздің икрамыз қазір дайын болып шығады. Міне біздің икрамыз дайын болды. Енді арнайы стерилденген банкілерге икрамызды құямыз. Және де қақпақтарын жақсылап жауып, икраларымызды төңкеріп, бетін жылы жауып, бір күнге толықтай өзі суығанша қойып қоямыз. Және де икраларыңызды міндетті түрде салқын жерде сақтаңыздар, сонда жақсы сақталатын болады. Неке осылай төңкеріп қойып қоямыз. Мен өзімізге де бөлек жеуге алып қалдым. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады.